2021 жылы жалпы ішкі өнімнің нақты өсу 3,1% деңгейінде, мұнай бағасы бір баррель үшін $50 деңгейінде, ұлттық валюта бағам $1 үшін 425 теңге деңгейінде болжанып отыр. 2021 жылға арналған нақтыланған бюджет шығыстарының негізгі бағыттары Нұр Отан партиясы бағдарламасын және мемлекет басшысының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына жолдауы іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады. Сонымен қатар, бұл шығыстар пандемиямен күрес шараларын қаржыландыруға және денсаулық сақтау жүйесін жаңартуға, сондай-ақ экономиканың нақты секторын ынталандыруға бағытталған. 2025 жылға дейін жергілікті маңызы бар 27 мың километр жол салынып жөнделеді. Ауылдарда 24 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға беріледі. Агроөнеркәсіптік кешен саласында 845 жоба іске асырылып, 500 мың жұмыс орны құрылады. 7 жүйе құрылып, 350 мың фермер мен үй қожалықтары тартылады. Ауыл тұрғындарын 100% сапалы ауыз сумен қамтамасыз етіледі. 5 жылдың ішінде 800 миллиард теңге бөлінеді. Жол, инженерлік және әлеуметтік инфрақұрылым жақсартылады. Бұл 7 миллион ауыл тұрғындары өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік жасайды. Бұл жоспардың іске асырудағы басты мақсат әр ауыл тұрғынының өмір сапасын жақсарту.